Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Әңгіменің жалғасы. Түс қайтқан кез еді. Көліктен түскен Хамит қолына пакет ұстап, қорғанға қарап келе жатыр. Артқы жағынан Айзат шығып, көзілдірігін киіп, жан-жағына қарап алды да, менің байымның соңынан ерді. Сонда екеуі қатарласа жүріп, емхананың есігіне беттеді. Мұндайда қалай шыдайсың? Егерде менің ішкі түйсігім алдамаса, мыналардың екеуін бірге жіберіп отырған енем-ау деймін. Негізі бәленің бәрі сол қатында жатқан сияқты. Әлде татар ма, башқұрт па? Оларда сенің қатының, менің қатыным деген жоқ па екен? Енем атасы басқа, ресейлік қой. Татарстанның башқұрты ма сондай? Өзінің айтуынша, башқұрт пен татар көршілес отырған Ресей ішіндегі екі ұлт. Башқұртты білмейм, алайда қатын алсаң татардан деген сөз бұрыннан бар. Мен осы екеуін түсінбей өліп кететін шығармын. Бұл екеуі сонау универден бері осылай жүреді. Қол ұстасып, қосақтасып жүргендерін бірнеше рет көргенмін. Ол кезде Айзат мұның әскерге кеткен ағасының махаббаты, сол үшін қоршап жүрген шығар дейтінмін. Ал қазірше? Ағасы шетелге кеткенде екеуін қалаға жіберіп қойған енем қандай адам? Өзім зығырданым қайнап тұрғанда, медбике қыз келіп, сіздің күйеуіңіз келіп тұр, барыңыз дейді. Кешіріңіз, күйеуімнің жалғыз өзін кіргізуге болмай ма деп сұрадым. Жоқ, сіз шығуыңыз керек, мұнда бөгде адамдарға болмайды кіруге дейді. Содан үстіме халатымды киіп, аяғыма тәпішкемді киіп, шыға бердім. Ашуға булығып, ұзын дәлізде әрең жүрмін. Менің байымның мұншама басынған несі? Үндемейді деп білген істеп жүре бере ме? Шынымды айтсам, мына байдың басқа қатынға барғанына көзімді жұмар едім. Алайда туған жеңгесімен әмпей-жәмпей болғаны қатты батады екен. Еркектің аты еркек, айналып келіп қазығын табар дейсің. Бірақ бұл бір үйдің қазығын айналып жүр ғой, ақымақ. Қалың қалай, денсаулығың жақсы ма деп сұрады байым. Жақсымын деп жауап бергенімше болмады. Қалайсың, Жанерке? Тым әбіржіп кетіпсің, деген жеңешем сөзге қосылды. Тап осы сөзі маған мысқылдайтындай тиді. Құдды бір обалың жоқ, осы жерде азып тозып жата бер дегендей түсіндім. Алайда жауап берем дегенімше болмады. Қыз қайда? Деген байым көлік жаққа қарады. Ұйықтап жатыр, деген Айзат қалтасынан телефонын шығарып, бетін сипап теріс қарады. Сонда ғана көлікте қайын сіңлім барын түсіндім. 8-ші сынып оқитын қыз ғой. Оның көзінше мыналар арамдыққа бармаған шығар деп су сепкендей басылдым. Алып ұшқан жүрегім орнына түскендей болды. Осылайша денсаулығымды сұраған екеуі көп тұрмады. Жолдың нашар екенін айтып кете барды. Қолыма берген пакетті көтеріп ішке кірдім. Сөйтіп доктор айтқан 2 аптаны емханада өткіздім. Ал байым мен Айзат жеңешем мына жақта не боп жатқанын бір Құдай білсін. Әрине, әрі қарай күтім басталды. Онан толғақ тартып тағы да емханаға кеттім. Осы күннің бәрінде жарым көңілім алаңдаумен жүрдім. Әсте бар ғой, менің енемде бір әңгіме бар сияқты. Мұндайда жаман болады екенсің. Өзімді мына үйде керек еместей сезіне бастадым. Анау қайнаға сымақтың кеткені қашан? 5 ай өтті. Қарасын көрсетпей жоғалды. Оның өлі тірісін дастархан басында атам сөз қылғанда ғана білетінмін. Бүгін басқа компанияға жұмысқа тұрыпты. Жеге трак алыпты, оның жалақысы жоғары екен дейді бір күні. Трак деген не екен деп сұрадым атамнан. Бұл кісіге бұрын соңды сұрақ қойып көрмеген едім. Оған да үйрене бастадым. Трак деген ұзын жүк тасымалдайтын көлік. Бізде оны фура десе, Еуропада трак дейді екен, дейді атам. Сонда ағамыз Еуропадан келмей ме? Деп сұрадым. Білмесем, қызым, келінді алып кет десем, мұнда пәтер мәселесі қиын деп айтты дейді. Мұндайды көргендеріңіз бар ма? Жаңа үйленген жігіт қатын тастап кетіп отыра ма? Өзімен бірге алып кетсе болмай ма? Менің оған миым жетпейді екен. Осылайша күмәнді күндерім өте берді. 2-ші баламды босанып үйге келгенмін. 40-нан шығарамыз деп жүрдік. Бір күні төркініне кеткен Айзаттан хабар келді. Асқазаны ауырып, қалаға емханаға апару керек екен, депті. Оған кім апарады дейсің? Тағы да сол менің байым жүгірді.
Мұның өзі соңғы күндері біртүрлі болып жүргенін аңғарып едім. Көңіл күйі болмай, әлденеге алаңдайтын сияқты. Кеттік балам, деп енем екеуі өре түрегелді. Бір бәле боп қалып ұятқа қалармыз, дейді. Әйтпесе докторға апарам десе, өзінің де үйінде көлік бар ғой. Ағасында да інісінде де көлік бар. Солар тұрып менің енеммен байым кеткені түсініксіз. Сол күні енемнің өзі шыққан соң мен де үндеген жоқпын. Мұндайда жамандықта ойламайсың. Алайда күн кешкіргенде енемнің өзі кірді. Байым жоқ. Хамит қайда? Деп сұрадым енемнен. Жеңешесін емханаға алып кетті, деп қарап тұр. Келіннің асқазаны ауыратыны бар ма екен? Деп сұраған атам сөзге араласты. Бұрын ауырған ауырмаған білмеймін, әйтеуір асқазаным деп бүк түсіп жатып қалыпты, дейді. Сол күні түнде кіммен кеттің? Екеуің ғана ма? Жеңешемнің мамасы бармады ма? Деп жазып Хамиттен біраз нәрсе сұрадым. Ол кісі жұмыстан шыға алмайды, деген байым әрі қарай WhatsAppқа қарамай қойды. Онан соң да қайдасың, кімдер барда? Деп сұрадым. Жауап болмады. Ал мына жақта безек қаққан енем атамның алдында құрдай жорғалады. Өйткені ертесіне тұрып, шай басына жеткен атам енемді сұрақтың астына алды. Бөлмемнің есігі ашық еді. Бәрін тыңдап отырдым. Өзінің үйінде 2 көлік бар емес пе? Аға-інілері бар, жетім емес қой. Мына баланы жұмыстан қалдырып соншама, деген атам ашулы еді. Қой, құдағидан ұят болады, ол да біздің келініміз, деген енем зуылдап берді. Келін дейсің ау сен, өзінің келінінде сияқтығы жоқ қой. Ол мына үйдің қонағына көбірек ұқсайды. Балаң қаңғыбанда жүр, бұл мұнда қаңғырап жүр. Ертерек пәтер тапса алып кетсе екен, дейді атам. Сабыр, ойбай, сабыр. Еркек басыңа ондайды айтпаш, деген енем келіп менің бөлмемнің есігін жауып кетті. Әрі қарай өзара күбірлесіп бастады. Мен бәрібір тыңдап отырдым. Асқазаны дейсің бе? Ол өзі екіқабат болмасын, деп дауыс көтерді атам. Тап осы сөз менің де ойымда жүрген. Менде де асқазаны ма жоқ әлде көтеріп қойды ма деген күдік болған еді. Атам да соны айтты. Сандырақтамай отыршы, ел жұрттан ұят құрсын, деп енем сөзді бұрып әкетті. Сонда тағы да бірдеңелерді айтып тоңқылдаған атам телефонын алып баласынан жағдай сұрады. Арғы жақтан алло десе керек. Сен бала келінді не қылдың? Жататын болса жатқыз, болмаса алып қайт, деп бұйыра сөйледі. Оның не айтқанын білмеймін. Бүгін үйге қайтатын бол, ертең жұмысқа шық. Бастығың маған звондап сұрап жатыр, деп қоя салды. Сол күні-ақ менің байым үйге келді. Атам айтқанда келмей көрсін. Алайда біз үшеуміздің арамыз ушығып бара берді. Өйткені бай маған көңіл бөлгенді қойды. Екінші баладан кейін біздің арамыз тіпті де суып кетті. Баланы қырқынан шығарсам да селқос қарады. Жақындағысы келмейтінін байқадым. Бұл қылығына қашанғы шыдайын, ұрыс басталды. Ол сенің некелі байың бола тұра қарамаса қасірет екен. Сондағы айтатыны, шаршап келдім, настроением жоқ, жұмыста чипы болды дегенім аспайды. Білмеймін, менің орнында басқа қыз болғанда қайтер еді. Мен төзіп жүре бердім. Бұл енді айтуға ұят, төсек құмар жеңілтек емеспін. Бірақ барлық нәрсе өз орнымен болғаны дұрыс қой. Оның үстіне Айзатқа деген күдігім болса қайтейін. Менің қиялымда барлық нәрсеге барып Айзатқа тіреліп қала береді. Сен бала жұмысыңды істе, мені жексұрын қылып біттің, деді атам бір күні. Байымның айтатыны анау болды, мынау болды дегендей әңгімелер. Хамиттің бастығы атамның досы болатын. Сол кісі қит етсе атама айтатын болды. Сөйтсем, жұмысқа кеттім деген байым бармайтын сияқты. Сонда бұл қайда барып келіп жүр? Және де Айзат төркініне кеткенде қала ма? Сондай сияқты. Қысқасы осы қатыннан бәлеге қалдым. Үйіне кеткен күні Хамит жұмысқа бармайтыны анық болды. Сен баланы түсінбей жүрмін, бүгін не қылып жұмысқа бармадың? Деп сұраған атам таңғалды. Қой шай, басқа бір жұмыс шыққан болар, деген енем араша түсіп кейілге бастады. Әрең отырғанмын. Қайда барып келіп жүр, мен де білгім келеді, деп айтып салдым. Туған осы екі ұл, мен жібермей тыныш отыр.
деп енем зірк етті. Дұрыс айтады, таңертең кетті, кешке келді. Сонда сен қатын қайда болдың деп балаңнан сұрамай, келінге не деп отырсың? Деген атам үстелді бір ұрды. Хамиттің жауабы сол баяғы бір сөз. Анау кеп қалды, мынау кеп қалды дейді. Әйтеуір біз танымайтын біреулердің атын айтады. Содан жұмысқа бара алмадым дейді. Сен қатын үлкен келінге айт, ертең-ақ үйге қайтсын, шетелге шығатын құжаттарын дайындасын, деп тапсырған атам үстел басынан тұрып кетті. Хамит атам әңгіме басталғанда шығып құрыған. Енем екеуміз қалдық. Бала болған соң достары бар, келет кетет, соншама жекіп несі-ай, дейді атамның соңынан міңгірлеген енем. Сонан соң маған алара қарап, Айзатпен санасып керек жоқ. Ғабит орнығып алған шәрең ұстап отырмын, мен оған сол үшін үндемеймін, деп ыдыс аяғын жинап тұрып кетті. Осы күннен бастап біздің үй қақ жарылды десем де болады. Себебі енем баласы екеуінің бір жақ, мен атам екеуміз бір жақ болып шыға келдік. Атамның Айзатты қаламайтын байқап жүрдім. Расымен де Айзатқа қарағанда маған сенім артатын. Кейде ішіндегісін айтып ақыл сұрайтын. Сонда атам мені сөзге тартып, бірдеңе сұрамақшы болатынын сезетінмін. Сөйтсе менің атам әу бастан-ақ әлденеден күдіктеніп жүреді екен. Алайда Айзат келін сырттан біреумен сөйлесіп жүр деп ойлайды екен. Ал енем өз баласын тықпалап жүреді екен. Мұндай да болады екен ғой. Қызым, келінің сидаңдап жүрісі ұнамайды, ұят деген бар, деп 100 грамдатып келген атам бір күні айтып салды. Үндемей отырып тыңдай бердім. Қазақтың сонша қызы жүріп мына қатынға жолықтым-ау. Балалық, дейді. Сонан соң тағы да 100 грамды тартып жіберіп, анау жүгірмекке ертең-ақ қайт демесем болмайды. Мына келін маған жақсата бермейді, деді де үйден шығып кетті. Ештеңе түсінбеймен қалдым. Айзатың мына балаңмен жүр дейін бе? Ол екеуінің төсекте жатқандарын көрген жоқпын ғой. Осыдан кейін біздің үйден береке кетті. Европадағы баласы кел дегеніне келе қоймады. Қит етсе енем араша түсіп шыға келетін болды. Хамиттің жұмбағынан мен де шаршадым. Ішімдегі күйік өзінше бір әлем болды. Жеңешеңнің құшағынан аман сау келдің бе? Бала шағыңды ұмытып кеткен боларсың, дедім бір күні. Шапалақпен жағымнан салып қалды. Мен де қарап отырмадым. Баламның ойыншықтарын лақтырып, үйде екеуміз ғана едік. Біраз айқай болды. Айзатпен бірдеңең бар, деп жабыстым. Ештеңем де жоқ дейді. Бар деген соң бар деймін. Кейінде де үйден шығып кетті. Сен туған жеңгеңе барып жүрген намыссызсың, ол арсыз қатын, деп соңынан айқайладым. Кішкентай бала күнімде әжем болды. Еркектің далаға қашқаны ең жаман деп айтып отыратын. Менің байымда сондай болды. Әкесі сөйлесе де, мен сөйлесем де шығып қаша жөнелетін. Сол күннен бастап мына үйдің аурасы өзгеріп шыға келді. Түгелдей көңілсіздік жайлады. Төмен қарап мен жүрсем, томсырайып байым жүрді. Енем әлденені байқаса да дым білмейтіндей болып ол жүрді. Осыдан кейін бұл үйде мен сенетін жалғыз адам атам ғана қалды. Мен кетем, дедім тағы бір күні. Не дейді? Деген атам таңдана қарады. Мен кетем, деп қайталадым. Неге? Не үшін кетесің? Кім тиді? Деп сұрап жатыр. Сонда да мен бейбақ ештеңе айта алмадым. Көзімді сығымдап тұрып кеттім. Бірақ сол түні кеште ашуға булыққан атам Хамит екеумізді шақырып сұрақтың астына алды. Мұнысы өте бір қызық жағдай еді. Келінге қол көтеріп жүрсің бе? Деп сұрады олынан. Жоқ, деді. Менен сұрады. Мен де не айтарымды білмей төмен қарадым. Құшағыма жатпай жүр дейін бе? Ұят құрсын. Әйтпесе атам екеумізден де бірнеше рет қайталап сұрады. Соңында, мыналарың қызық екен, деп иығын қысып отыра кетіп, біздің әулетте ажырасқан деген болмаған, сандырақтамай жүріңдер, деп шығарып жіберді. Алайда біздің арамызда сол түніде ештеңе болмады. Ол тіпті теріс қарап жатып алды. Ал енді біздің арамызда қандай да бір сұмдықтың болып жатқанын сезген атам ертесіне мені оңаша шақырып, қызым, сені мына Айзат түрткілеп жүрген жоқ па? Егер солай болса, шыныңды айта бер. Мен осы келіннің жауабын бергім келеді,
деп сұрады. Бірақ қайдан? Соңына қарай сол Айзатқа атамның да күші жетпеді. Бұл енді берде болған. Асқазаным деп қалаға кеткен Айзаттың бала алдырып келгенін естігеннен кейінгі әңгіме. Соңғы күндері атамның қас-қабағына қараған енем менің соңыма шырақ ұстап түсіп алды. Екеуміз оңаша қалғанда үрпие қарап, сөзге тартқысы келетіндей болып жүрген. Бір күні оның да сәті түсті. Мұндайда не айтарыңды білмейді екенсің. Өткен жылғы байым құшақтап тұрғанын көрген болмаса, басқа ештеңе жоқ қой. Егер де оны айтсам, біреудің отбасын бұзып жіберсем қалай болады? Және де ол өзіңнің туған абысының болса не шара? Мына ауылда өсек өте қалса, ол барып қайнағамның құлағына жетсе. Еркек дегенде еш жоқ. Қызғаныш деген қызыл құрт көзіне үймелеп келіп, қатын өлтіріп тастаса не болады? Оның соңы кім көрді, кім айтты десе, мен немді айтам? Бұл деген біле-білгенге өте қиын нәрсе екен. Хамиттен арам суып кетті. Көңілім қалып барады. Үйіме кеткім келеді дедім. Отбасы болған соң ондай болады. Ұрмаса, соқпаса шыдау керексің. Деген енем өз басынан өткен өмірін айтып бастады. Құдай-ау, еркек дегенде еркелетуің керек, алдауың керек, дегеніне көнуің керек дей келе, еркек деген ит сияқты жылы жерде жатқысы келеді, деп қойып қалды. Сонда қалай мам, деп таңғалдым. Білесің ғой, Құдай берген 3 балам бар, олардың тату-тәтті болғандарын қалайым, дейді. Осы сөздің астарын түсінгендей болдым. Бұл әлгі білгеніңді ешкімге айтпа дегенге ұқсайды. Бірақ онан маған не пайда? Ол менімен төсекте табыспаса, жаным күнім деп еркелетпесе, ұятта болса айтайын, бір айға жетті десем өтірік емес, теріс қарап ұйықтап қалады. Бір жылдары қатты ғашық болған едім. Қазір соныңда жұрнағы қалмағандай. Дегенмен ажырасу дегенде оңай емес. Көзімді тас жұмып кетіп қалатын қақаңдаған қыз емеспін. Мен бейбақта ұят болады деген түсінік бар. Тәрбием солай. Амалсыз іштен тынып жүре бердім. 3 ай өтті. Құшағымдағы балам 6 айлық болды. Ажырасамыз деп өзім бастадым. Неге? Не жетпей жүр? Дейді. Әрине төсек жетпейді деп айта алмаймын. Көңіл бөлмейсің деп мүңгірледім. Мұнан артық қандай көңіл керек дейді. Білмеймін, әйтеуір маған бірдеңе жетпейді, деп қоя салдым. Есің дұрыс емес шығар, деп теріс айналып жатып алды. Қайтейін, сол кезде өзіме не керек екенін де білмей жүрдім. Осылайша менің өмірім түсініксіз бір сарынға ауысты. Ештеңе қызық емес. 2 балам ғана алданышым болды. Өйткені ертеңгі күнім не боларын білмей басым қатты. Анда-санда төркініме барғанда анашым емпілдеп шығады. Оған да ештеңе айта алмаймын. Дейін десем көзім көрмеді. Демейін десем көкейіме күдік бар. Бұл деген өте қиын жағдай еді. Көрші келіншек бар еді. Оның да 1 баласы бар. Жақын сырласым сол ғана. Жасырмаймын. Екеуміз отырып алып өсек соғамыз. Бір күні абайсызда олар біздің отбасымыз жайлы айтып қалды. Ғабит қайнағаңның әкесі бөлек екен ғой, деп қарап отыр. Кәдімгідей шошып кеттім. Иә, рас, біздің мама солай айтып отырады, дейді. Мама деп отырғаны енесі. Бәсе, солай болса солай шығар, деп таңғалып жүрдім. Бірақ оны кімнен сұраймын деп қоям. Не болса да мына үйде бір жұмбақ бар екен анық. Ал енді арадан көп өтпей енем тоңқылдап бастады. Не жетпей жүр осы екеуіңе, дейді. Бұл Хамит екеуміздің арамызда болған айқайдан кейінгі жағдай. Екеуің не үшін ұрсасыңдар? Не жетпейді айтшы, деп тағы да сұрады. Хамиттің басқа біреуі бар, деп айтып салдым. Оны қайдан шығардың? Деген енем жақындай берді. Оны мен шығармадым, ол мына қазір ғана шығып кеткен Айзат, деп айтып салдым. Ойбай, келінжан аузыңа ие бол, деп шегін тартты. Енді қоймаса ие бола алмайым, айтайым, деп жатып алдым. Остан кейін енем жалына бастады. Көзіңмен көрмеген болсаң күнә деген бар, дейді. Көзіммен көрмесем де білем,
керек десеңіз көріп те қойғанмын, деп теріс қарап жатырмын. Мұндайда ене деген баласын шақырып сөйлеспей ме? Менікінде ол жоқ. Басы салбырап ойланып қалды. Алайда осыдан кейін ол екеуі ашықтан ашық жүрмейтін болды. Қалай айтайын, ашықтан ашық дегенім бұрынғыдай көлікке мінгесіп кетпейтін болды. Негізінде қит етсе екеуін бірге жұмсап жүргенінен болатын. Тұңғышым үйде болмаған соң Хамитімді ертіп жіберем, келіншек жалғыз жүрмесін дегенім еді, деп отыр бір күні. Әрине туған қайнысы жеңгесін апарып келіп жүрсе оған менің қарсылығым жоқ. Қарсы болмайын десем, байымның оны құшақтап тұрғанын көрдім ғой. Көзіммен көрдім. Қайнаған қазанға қарап Айзат тұрды. Хамит ту сыртынан құшақтап мойнынан сүйіп тұрды. Онан бұрында студент кезімде біраз нәрсе көріп едім. Тіпті бірінің мойындарына қолдарын салып жүргендерін де көріп едім. Ендігі мен көрмеген нәрсе тек төсектері ғана. Егерде ертерек тосқауыл болмасам, оны да көретін сияқтымын. Дегенмен адамның айтқан емес, Алланың қалауы болады екен. Төсекте көргім келмесе де, арадан 2 ай өтер өтпес оны да көрдім. Атам мен енем қызымды ертіп тойға кеткен. Хамит қуырылған картоп пен етті алып сменге кетті. Ұйқыға жатар алдында атам қоңырау соғып Хамитті сұрады да қойды. Мен сорлы оған, жұмыста ата, Хамит жұмысына кетті. Тамағын үйіп алып кетті, деп жалбалақтап жатырмын. Жарайды қызым, деді де қоя салды. Мен сорлы сонда атамның не үшін сұрағанын да білмеймін. Оны сол күні таңда білдім. Ұйықтап кеткен екенмін. 2 балам 2 жағымда пысылдап жатыр. Таң қыла бере өзімнен өзім оянып кеттім. Сөйтсем Айзаттың бөлмесінен дыбыс шыққандай болды. Мына қатын әлі ұйықтамаған ба деп телефонымды алып қарасам, сағат таңғы 4 екен. Ойымда түк жоқ сонда. Телефон шұқып біраз жаттым. Әлгі бір түрлі дыбыс тағы да шыққандай болды. Содан жатын бөлмемнің есігін ашып, дәліздің соңында қарап біраз тұрдым. Әлдененің сырқырлағандай дауысы шықты. Шынымды айтайын, тап осы жерде де ойымда арамдық келмеді. Әйтпесе байымнан күдіктеніп ақ жүрген кезім. Кереуеттің дауысы сияқты ғой деп қоям. Қызық екен деп аңтарылып біраз тұрып, аяғымның ұшымен аяңдай бердім. Бірақ есіктен Айзат шығып қалып, не қып тұрсың, деп айтама деп қорқып та барам. Тоқта. Мына төсектің сықыры ғой. Бұл кіммен не қылып жатыр? Сонда ғана бағана атамның қоңырау соғып Хамитті сұрағаны есіме түсті. Сол жерде жетіп барып, дәліздің жарығын қосып қалдым. Сықыр-тықырдың үні өшті. Жетіп барып есігін итердім. Іштен ілініп алған. Жеңеше, аш есікті, деп айқайладым. Үн жоқ. Алайда терезенің ашылып жабылып тықырлағанын естім. Тіпті үй сыртында жүгірген аяқ дыбысын да естім. Бұл Хамит екені анық еді. Сорлымын ғой. Әлде аңқаулығым ба, жатын бөлмеме кіріп басыма орамалымды байлап, ауланың жарығын қосып, шығам дегенімше қақпа сыртынан гүр етіп оталған көлік жүріп кетті. Басыңа орамал байлап нең бар деш. Міне осыдан кейін айқай шықты. Жеңеше, аш есікті, деп жетіп келдім. Байымен жатып жүрсе де, мен оған жеңеше деп жүрген ақымақпын ба сонда? Не болды? Дейді басын қылқитып. Шығып кеткен кім? Айтыңыз, деп сұрадым. Білмеймін, ешкімді көрген жоқпын, сандырақтамаш, деген Айзат есігін тарс жапты. Бұл бізді күшік кезімізде талап тастаған. Сонау универде оқып жүргенде кімсің Айзатпын еді. Бәріміз осы қызға қарап бой түзегеніміз рас. Мұның соңында универдің мұғалімдеріне деген жүгірді деп естігенмін. Бір сөзбен айтқанда бұл біз үшін кумир еді. Сорлы қатынның көтіне жүздеген еркек жүрсе де, бұл келіп қатыны бар қайнысына беріп жүр. Ертең атам айтам, деп есігін бір ұрып кеттім. Сонда бар ғой, өзім онан қорқам. Білмейм неге бір үйде тұрсақты осы қатынның менен мысы басым. Бұл өзі көп сөйлемейді. Анда-санда тығырықтап тұрып, ананы мынаны сұрағанда жауап таппай қалатыным бар. Рас, кәдімгіде аузыма сөз түспей қалады. Әйтпесе біз екеуміз бір үйдің келіндеріміз. Құдай-ау, мен 20-ға енді толдым ғой. Бұл қатыннан 40-тан кеткен енемде қорқатындай көрінді. Сол үшін үндемейтін сияқты болады да тұрады. Әлде бұл қатын енемнің бірдеңесін білем екен. Мүмкін қайнағамның кемшілігі бар шығар.
Мына үйде Айзат қаймығатын бір адам болса, ол біздің атамыз ғана. Ол кісіден енем де қорқады. Бірақ обалына не керек? Анда-санда ашуы келгенде енемді тысқыртып алғаны болмаса, атамыз да өзі де сөзі де аузындағы адам. Ешкімге артық сөйлемейді, ауыр сөзі жоқ дейін. Мына бүгін түндегі жағдайда біздің қорғанның алдына өзіміздің көліктен басқа ешкімнің көлігі тұрмайды. Өйткені бұл үлкен қала емес. Көлігіңді аулаға қойып кіре салатын. Бұл ауыл. Ауылда бөтен көлік бөтен адамның есігінің алдында тұрмайды. Ал енді мұндайдан кейін қайдағы ұйқы болсын. Көзімді бақырайтып жатып, байыма қоңырау соқтым. Көтермей қойды. Ауыл сыртындағы жұмысына жетпеген болар. Немесе арадан бірер минут өтіп, тағы да соқтым. Таң атпай не болды дейді. Не болғанын сен айт десем. Айтатын болсаң айт, болмаса сандырақтамай жатып ұйықта. Өзім қалғып мүлгіп әрең отырмын дейді. Ертең папа келсін сөйлесеміз, деп тастай салдым. Осыдан кейін байым тым-тырыс болды. Әкеме не айтамын деп миы ашып қалған шығар. Бірақ есіктен қарап шақырып алған Айзат аузы көпіріп сапырлап жатыр. Біраз жерге барды. Тыңдап отырсаң шынымен де өзің ұяласың. Көзің көрді ме? Көрген болсаң айтсайшы, дейді. Сықырын естім деймін. Есуас қатын, сенің кереуетің сықырламай ма? Ол деген ағаш қой, деп қояды. Қысқасы қорықтым ба, әлде жастығым ба, осыдан кейін тағы да ойға қалдым. Қайтейін, тағы да көзім көрмеді. Ғайбаттап жатқан жоқпын ба осы? Миыма қулықта келмеген. Басым меңзен. Қандай жолы бар мұның? Ертесіне дым көрмегендей жұмыстан келген байым, түн ішінде не істеп жүрсің? Деп сұрады. Сенсің, десем мойындамайды. Ал шай басында отырғанда атама айта алмай қиналдым. Не деп айтам? Не деп бастау керек екен де білмеймін сонда. Жастығымнан болар. 20-ға енді ғана толдым. 2 бала туып алып қор болып жүрмін. Кейбір құрбыларым әлі тұрмысқа да шыққан жоқ. Алайда сол түні байыма ұрысқан болып, сен болмасаң ендеше жеңешеңе басқа біреу келіп жүр, деп айтып салып соңынан тізерлеп отырып жалындым. Жалынбай қайтейін. Мұны естігенде әдемі күйеуімнің түрі бұзылып, түтігіп кетті. Мұндайды айтқаныңа өкінеді екенсің. Құрсын, бәлесінен аулақ деймін. Білмейм, сол күні рас өтірігін кім білсін, байым да білмейтіндей күйге түсіп, көңілсіз жатып қалды. Бірақ аузына құм құйылғанда ештеңе сұрамады. Мұндайда кім, қашан, қалай болды, қайдан шығып кетті дегендей сұрақтар болуы тиіс қой. Айтқандай, мен мұны енеме де айттым. Бірақ түн ішінде терезе алдында біреу өтіп барып, көлігімен жүріп кетті деп айттым. Басында не дейді деп шошып алғанымен, соңын өзі жуып шайды. Негізі көп келіндерге ене деген сырлас қой. Менің енем мүлде басқаша еді. Мені кәлде бірдеңені жасырып жүргенде болатында тұратын. Тағы бір жоспарымды айта кетейін. Тараздық қыз келіншектер деген чаты бар. Біраз қатын-қалаш сонда отырамыз. Сол жерде бір келіншек күйеуін қалай ұстап алғанын жазған. Өзін танымаймын, бәрі фейк. Менің де миыма сондай жоспар келді. Естеріңізде болар. Ескі телефондар бар, олар дыбыс жазатын диктофоннан басқа түк жоқ. Өзін қуаттағышқа қойып бір рет толтырсаң, апта тұрады. Сондай телефон алып қосып қойып та жүрдім. Онымнан ештеңе шықпады. 2 баламның шулағаннан басқа түк те жазбайды. Дегенмен айтарымды айтып алып, өз байыма өзім жұбатып біраз күн әуре болдым. Соған қарағанда бөтен еркек пе деп те күдіктеніп қоям. Бұл менің арманым еді. Кім болса ол болсын, Хамит болмаса болды деп жүрдім. Сөйтіп жүргенде қолын сындырып қайнағам келді. Ешкім күтпеген, ешкім ойламаған жерден келді. Бір себептермен оң жақ иығын сындырып алыпты. Тап соның не болғанда сұрамадым. Есесіне келгеніне қуандым. Өткенде айтқанымды ағама айтып қойма, деппін байыма. Айтпасам болмайтын шығар деп қояды. Мен ақымақ осын сөзіне де сендім. Ойланамын, әлде бұл мені алдап жүр, немесе Айзаттың мұнан басқа еркегі бар деймін. Ақымақ болғаным осы екен. Кәдімгідей айтып қойма деп жалынып жүрмін ғой. Сөйтсем енем оларды тағы да қалаға жіберді. Оны Айзатқа шетелге шығуға виза дайындау деген сылтаулар еді.
тап осы сөздерін естіп кетер деп мен де қуанып жүрдім. Онымен дайын болған құжат та жоқ. Қалаға бірнеше рет барып келіп қоя салды. Ал ауылда 20 күндей жүрген ағам қайтып кете барды. Мұның қызығы сол, Айзат жеңешемді көтере қойды. Мыналардың қулығын сонда ғана түсіндім. Ғабитжаны иығы аурадымыз, сол үшін жеңгесін Хамитжан апарып келіп жүреді. Бірақ қайнағам құжат деп отырмай тайып тұрғанда, Айзат бала көтерген болып шыға келді. Мына атаңа нелет, қатының қоян болғаныма дерсің. Әрине, мұның бәрі алдын ала жоспар болғанын сол кезде қайдан білейін. Байы шетелде жүргенде қатыны екіқабат болса, жұрт жағаларын ұстамай ма? Мына жерде байы келді, бірақ қайнысынан көтерді. Демек, қайнағамда кінәрат бар. Оны атам білмейді, енем біледі. Айтыңыздаршы, мен бейбақ осыдан басқа не ойлайын? Менің ойымша тап осылайша қайнағам жарамсыз. Айзатты алып кетейін десе қорқады. Сол үшін Хамитке тастап жалғыз кетіп жүр. Дегенмен, көресіңді көрмей көрге кірмейсің деген. Алдағы күндері нағыз шайқас басталды. Мұнысы енді тіпті де сұмдық. Жағаңды ұстарсың. Өйткені бір байға таласқан екі қатын қырсығып бастадық. Оған бір бүйірден келіп енем қосылды. Осылайша 3 қатын болдық. Тілімнің ұшында жүр. Тек айта алмайым. Айтайын десем, көк көрпенің астында ұстай алмадым. Ол екеуіне енеңнің өзі жағдай жасап отырса қайдан ұстайсың? Мұның соңы тіпті де ушығып кетті. Естімеген елді көп деген осы екен. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Құрметті тыңдарман, сіздерден бір ғана өтініш. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін арнама жазыла кетіңіз. Маған тез арада 1000 оқырман қажет.